Бүгін Қазақстанның халық қаһарманы тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіровтің туған күні. Болашақ ғарышкер 1946 жылы 27 шілдеде Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында дүниеге келген. Мектептің 8 сыныбын аяқтап, Теміртау құю механикалық заводында токарь болып жұмыс істеді. Ол жылдары Юрий Гагарин адамзат тарихында алғашқы рет ғарышқа ұшып бүкіл әлемді таңдандырды. Мыңдаған балалар оның ерлігін қайталағысы келген, солардың қатарында Тоқтар да болды. Өз арманының іске асыру үшін 1965 жылы Армавир жоғары әскери авиация мектебіне оқуға түсіп, оны 1976 жылы бітірді. Содан кейін мамандығы бойынша Улан-Удэ авиациялық заводында және Микоянның конструкторлық бюросында ұшқыш-сынаушы болып қызмет атқарды. Жұмыс барысында 50-ден астам ұшақтың түрін игерген. 1988 жылы МиГ-31 ұшағымен тұңғыш рет солтүстік полюске рейс жасады, ал 1989 жылы МиГ-29 авиа тасымалдағышын әуеге көтере алды. Осы еңбектері үшін Тоқтар Әубәкіровке Кеңес одағының батыры атағы берілді. Билік өкілдері оның жетістіктерін жоғары бағалап, 1990 жылы Әубәкіровке ғарышкер болуға ұсыныс жасады. Тоқтар өз келісімін берген соң, оның кандидатурасы 1 жылдан кейін бекітілді. Медициналық тексерудің барлық сынақтарынан сәтті өтіп, дайындыққа кірісті. 1991 жылы 2 қазанда экипаж командирі Александр Волковпен және зерттеуші Франц Фибекпен бірге Союз ТМ-13 кемесімен ғарышқа ұшты. Бір апта бойы Мир орбиталық кешенінде жұмыс істеп, 1991 жылы 10 қазанда жерге оралды. Ғарыштан оралған соң Қазақстандағы ғарыштық даярлығын зерттеулердің негізін қалауға, отандық қарулы күштердің әскери даярлығын жетілдіруге, әскери патриоттық тәрбие жұмыстарын жолға қоюға белсене араласты. 1992-93 жылы Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің бірінші орынбасары, 1993-94 жылы Қазақстан Республикасы ұлттық аэроғарыштық агенттігінің бас директоры, ғылым және жаңа технология министрінің орынбасары, 1994-95 жылы Қазақстан Республикасы жоғары кеңесінің депутаты, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы болды. 1996 жылдан Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі, 2004 жылдан парламент мәжілісінің депутаты. Қазақстанның отан, Кеңес одағының құрмет белгісі Ленин, Қазан төңкерісі, Австрия Республикасының алтын крест ордендерімен марапатталған. КСРО-ға еңбек сіңірген сынақшы ұшқыш, КСРО ғарышкер ұшқышы.